Баршаңызға қайырлы таң, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі таңымыз жаңалықпен басталып жатыр. Аяқ астынан қабылданған шешім болды. Енді хан үшін өте жақсы бұл шешім деп ойлаймын. Садиктен келіп, документтен алып кетіп бара жатырмын. Басқа садикке апардым бүгін. Пробный күні. Алла жазса бақылаймыз. Қазір андай қобалжып отқаннан ба, қазір толық айта алмай отырмын. Сәлден соң, может, не үшін ауыстырып жатырмын, не болып жатыр, барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Бұл жердегі мәселе тамақ іше алмадым деп айта алмады деген мәселе емес. Садикке 1,5 жасынан бастап барды, Астанаға кейіннен сразу сол садикке барып жүрді. 1 жылдан асан, бірақ базовый сөздерді мама, папа, барам, келем, ішем дейтін нәрселерді айтатын, бірақ сөйлемдерді мүлдем айта алмайтын. Тағы да айтып өтейін, бұл жерде көп еңбек Әйгерім апайдікі, прямо қазір енді аптасына 5 рет барып жатырмыз, алдындары аптасына 3 рет барсақ, 5 рет барып жатырмыз. Алғашқы жарнама емес, шынайы өзімнің отзывтарым деймін ба. Біз бастапқы барған кезде результат 3 аптадан кейін байқалды. Уже сөйлемдерді қосып айтты, қазір жеміс-жидектерді айтады, өсімдіктерді айтады, уже жан-жақта заттарды, түстерді ажырата алады. Кейде ойлаймын ғой, мен может садикке барса, сол жақтан барлығымен бірге сөйлеп кетеді, бәрін үйреніп кетеді деп, может, мен біраз солай уақытымды құртып алған сияқтымын. Сол балалармен бірге жүріп сөйлеп кетеді деп, бірақ хотя топтарында әріптерді үйретіп жатыр, сандарды үйретіп жатыр. Бастапқыларында хан сабаққа қатыспайтын, ойнап отыратын, бір бұрышта отыратын, апайынан сұрасаң қатысқысы келмесе қатыспайды, қатысады деп жүрді. Содан кейін логопедке апарғаннан кейін ақырында уже бала психологқа апарып бастағаннан кейін ақырында уже сабақтарға қатысып бастады деген сияқты. Енді бұл жерде мойындауым керек, 80% жұмыс Әйгерім апайдың жұмысы, алғыс айтуым керек. Қалғаны енді садик бар, үйде де менің қарап отқан, бақылап отқаным бар деген сияқты. Сонымен өзім ойлана келе шешім шығардым. Почти 2 жылдай уақыт садикке барып жүрген балада нәтиже өте баяу болғаннан кейін, уже ертең 1 жылдан соң мектепке барамыз. Мектепке барған кезінде басқа балалармен салыстырмалы түрде өте төмен қабылдау деңгейінде болса, балаға да қиын, апайына да қиын, маған да қиын болады. Сондықтан қазірден бастап қолға алайын дедім. Қазір 2 аптадан аса уақыт болды. Ханды 9-9:30-да ұйықтатып тастаймын. Ең бірінші ұйқыны реттеп жатырмын. И екінші дүние питание. 2 аптадан аса уақыт болды. Садикте хан таңғы асты ішпейді. Күнде үйден завтрак беріп шығып жүрмін. Бірақ ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Садикте кәдімгідей балалармен бірге отырып, завтрак, обед, ужин ішіп келу керек бала. Завтракты и ужинді үйге пішіп жүрді. Ол дұрыс тамақтанбаған балада білімді қабылдау тоже дұрыс емес болады деп өзім ойлаймын. Соны ойландым. Және де соңғы уақытта хан сәл өзгеріп жүр. Может, ол өзінің возрастына байланысты, бұрын тілі анық шықпай тұрған кезінде садикке бармайын деген нәрселерді мүлдем айтпайтын. Өздеріңіз білесіздер ғой, қуанып өзі жүгіріп кіріп кететін. Соңғы уақыттарда байқағаным, мама барғым келмейді, маған ұрсады деген. Дұрыс қой, бұзық болып жатса, апайлар ұрсады. Мен оған апайларына, ойбай неге ұрстыңыздар демеймін, өздеріне де айтқам. Если артық кетіп жатса, ұрсу керек жерлерде ұрсып, тәйт дейтін жерде тәйт деп қойыңыздар деп ше. Бірақ мен байқағаным, уже садикке батқанда жылап шығарды, мама бармайым дейді, тұрғысы келмейді таңертең, қайта түнде ерте ұйықтап қалса да. Соның барлығын, в общем, анализ жасадым ғой. Ұйқысын, тамағын, поведениесін, неге бұлай болып жатыр деген сияқты. Соның бәрін ойлана толғана келе, кеше бір күнде шешім шығарып, басқа садикті көріп, может, осылай маған да ханға да дұрыс шығар деген шешім шығарды.